Қадірлеген достар, бүгін жап жаңа машина сіздерге көрсететін болам. Кореядан келген, соңғы үлгідегі 2019 жылы шыққан. Кореядан келген, километраж 2000 километражбен келген. Бүгін осы видеоның соңына дейін қараңыздар, өте қызықты болады. Және де менің каналыма жазылып алыңыздар. Және де өз пікірлеріңізді соңына қарай жазып кетіңіздер. Олай болса, кеттік. Достар, міне Кореядан келген машина, свежий Kia Stonic деген 2019 жылы шыққан. Кореядан келген, Алматыға кезі 2000 пробегпен келген Кореядан. Қазақстанда растымошка істеліп, уже Алматыда қазір тұр осы машина. Алматының номері мен. Көріп тұрғандарыңызда Алматының номері мен. Сарапина, бірде-бір сарапина жоқ сыртында. Салонның қалай шықты? Тура сол күйінше сақталған ғой. Бұл жайында сипаттама айта кетсек, фарларына келсек, бұның фарлары умный фар деп саналады ғой. Адаптивный умный фар, светодиодный дневные ходовые огни бар. Артына келетін болсақ, светодиодный фонари тоже, задний парковочный датчиктер бар. Сосын кейін артқы жағы багажникіне келетін болсақ, қалада продукты, қалада ары бері жүргенге біраз зат сияды енді. Артынан багажникте де орын бар. Міне барлық жері новый. Ішіне келетін болсақ, салон жағына. Салоны бұның чисто кожаный. Уже кожаный болғанда, бұл андай заводской кожаный болғаннан кейін кішкене бүдір-бүдірімен, необычный кожаный да. Идеальный ғой, отырғанда артына 3 адам кеңінен отырады да. Өзі еркін отырады 3 адам. Міне наклейкалармен корейский, как положено. Новый. Барлық жері, әлі бірде-бір царапина жоқ, көріп тұрғандарыңыздай. Сосын багажнигі бар, және заводской өзінің багажнигі бар, жоғарыдағыдай міне. Багажнигі родной, сіздер багажник орнатып әуре болмайсыздар. Багажник сыртта заттар салам десеңіз, жоғары жағына салсаңыз болады. Бұның сосын жағына айта кететін болсақ, летний диске, тонировка, хрустальная оптика, приветы туманки, характерный фар бар, обогрев зеркал, дневные ходовые огни, push старт бар, мұны көріп тұрғандарыңыздай. Өзі кілтсіз де отала береді. Центрозамок, кондиционер, парктроник, камера заднего вид бар, круиз контроль, датчик света, бортовой компьютер, датчик дождя, навигация система, датчик давления в шинах, мультируль, ГУР, АБС, СРС, зимний режим, автозапуск, подогрев руль, подогрев сиденья. Жалпы айтқанда бәрі уже дайын ғой. Сіз кілт аласыз, оталдырасыз. И Kia Stonic деп алға қарай жүре бересіз ғой. Титанкісі міне өзінің заводской титанка, размер 17, мәнің дөңгелектің. Машинаның мотор жағына келетін болсақ, моторы бұның 1.6 ступендиялық, 6 скоростқа салынады. Және 130 аттың күші бар. Атты күші бар. Содан кейін бұл машина корейский болғаннан кейін оңай өзі оңайшылықпен шіри қоймайды да. Машинаның өзі сырты, жан жағының бәрі бұлар оңайшылықпен шірімейді. Салон жағы мұны арт жағынан қарағанда үлкен болып тұрады салоны. 2 адам алдында отыратын, 2 адам смело еркін отырады ғой. Электроника жағына келетін болсақ, бұда мультимедиаға келетін болсақ, бортовой компьютер, міне
камера заднийге бүйтіп бар, артына қарасаңыз, сосын бұда GPS система орналған, өз міне экранымен GPS система бар, Android авто бар, Apple CarPlay бар, екі версиясы бар міне. Bluetooth пен заводской Bluetooth бар, AUX и флешка дополнительно тықсаңыз болады. Қазір заман дамыған, соткаңның Bluetooth-мен музыка тыңдай бересіз. Міне жалпы достар, қарап отырып, бір тамсанып көріп отырыңыздар. Жалпы Kia Stonic деген міне осындай машина Кореядан әкелген. Документтері мен көріп тұрғандарыңыздай барлық документі, кілті бәрі бар. Орналасқан жері Алматы. Қазір Алматыда тұр. Жандосова Сайна жақта. Егер көрем десеңіздер, адресі сол жақта. Бұның бағасы 7 миллион 700 мың теңге. Егер алатын ойларыңыз болса, или өздеріңіздің ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, астына комментарияға бар, соңғы жағына. Сояқа өз ойларыңызды, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сол жерде номеріңізді қалдыра кетіңіз. Егер алам десеңіз, болған осы машинаға жалпы қызықсаңыз, или достарыңызға жіберіңіздер, таратыңыздар осындай қазақша контентті, осылай өзіміз қазақтар көбейтейік. Солай достар, келе осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып, астына комментария жазып, алам дейтін болсаңыздар, төмен жағына өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Осымен біздің видеоның соңы жетіп те қалды. Келесі видеода көріскенше достар. Келесі видеода тағда бір жаңа машиналар шығады. Видеоны өткізіп алмау үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Жақсы достар.